Құрметті қалайық, ғаламдық үлкен тақырып су мәселесі. Ол біздің Қазақстанды да ойландырады. Қырғызстан тарапы су беруді тоқтатты. Келісілген лимит бітті дейді. Киров су қоймасынан су жіберетін еді. Енді Жамбыл облысындағы диқандардың жағдайы қиын. Әсіресе Қордай ауданындағы егіншілер қиналуда. Жамбыл облысының 80% суы Қырғызстаннан келеді екен. Қырғыз тарапы судың өздеріне жетпей жатқанын айтуда. Жағдай мәз емес. Осы туралы видео түсіріп, бүгін TikTokқа салып едім. Астындағы мыңдаған адам қазақ-қырғыз дебатын жасап жатыр. Сұмдық пікірталас болуда. Барып, 5 тиынымды қыстырып кетем десеңіз, видео сілтемесін пікірге қалдырдым. Жалпы су тапшылығы енді жыл сайын арта береді. Әсіресе бізде. Ірі өзеннің барлығы дерлік трансшекаралық Іле, Ертіс, Шу, Талас, Жайық, Сырдария дегендей. Өзеннің бастауы біздікі емес. Яғни өзеннің суын да реттей алмаймыз. Қысым өзгелердің қолында. Көршілес елдер су беруді енді азайта береді. Біріншіден, өздеріне де су жетпеуде. Мұздықтар еріп жатыр. Екіншіден, әлемде бізде және көршілерімізде халық саны артуда. Демек, шаруашылық саны да, өндіріс ошақтары саны да көбеюде. Сәйкесінше суды қолдануда арта береді. Осылайша бізге келетін су жыл сайын азаяды деп ойлаймын. Келіссөздер арқылы лимитті арттыруға болар. Тегін емес әрине, бірақ ол уақытша шара. Ауыл шаруашылығында жаңа технологияны енгізуді жылдамдату маңызды. Тамшылатып суару және басқа дегендей. Ол суды үнемдеуге көмектеседі. Шаруаларға суды көп қажет етпейтін көкөніс, дәнді дақыл сорттарын жеткізу қажет. Бұның барлығы ізденіс пен қыруар қаржыны қажет етеді. Ауыл шаруашылығы ескі жүйеде қалған елдерде суды қисапсыз пайдалану бар. Арықтармен мыңдаған тонна су босқа топыраққа сіңіп кетеді. Бұдан бөлек су сақтау қоймаларын әр аймаққа салу, оны қыста қар суымен толтырып, жазда егістікке қолдануды да мамандар ұсынуда. Бұл да қымбат, бірақ қажет дүние. Су үнемдеуді балабақшадан бастап барлық адамға үйретуде маңызды. Сарылдатып суды ағызып қою, өзі жайбарақат жүретін кезең келмеске ақырындап кетуі мүмкін. Бұның барлығы да 100 рет айтылған, жазылған дүние ғой. 101 рет тағы жаза салайын дедім. Бізді суға байланысты көрші елдермен алда қиын келіссөздер күтіп тұр. Оның нәтижесі де өзі саяси, әскери, экономикалық салмағымызға байланысты, деп өз парақшасында жазды Асқат Қасенғали. Осы пікірге орай керек дерек арнасының жүргізушісі мен Ермек Қанатбекұлы мына деректі қоса кетуді жөн көрдім. 10 жыл бұрын университет құшағында осы су туралы ғылыми тақырыпты қорғау барысында ғалымдардың талай болжамдарына көзім жеткен. Келешекте су мұнайдан қымбат болады. Су туралы талас болады. Қазақ елі су мәселесін тезден шешпесе, күрделі жағдайлар орын алады деген еді. Құрметті текті қауым, қазаққа қалжыңдамай қан жүрмейді демекші, сіздердің назарларыңызға қазір дайындаған мына 10 түрлі қызық деректі қалдырдым. 5-10 жылда Қазақияда мына жағдайлар орын алса, таңғалмаңыз. Бірінші, кімнің үйінің маңынан су ағып өтеді, сол ең бай адам. Екінші, кімнің ауласында су сақтау жабдығы ең үлкен, сол ең бай адам. Үшінші, кімнің үйінде ішер су жетіспейді, сол ең кедей адам. Төртінші, ең мықты саудасы күзет, ол су сататын дүкен. Бесінші, ең мықты ақша тез табатын жұмыс су тасушы. Алтыншы, балдай батып судайсың демекші, махаббат суға көбірек ойысып, суы мол жерге тұрмысқа шығатын қыздар көбейеді. Жетінші, қарызға сүт емес, су сатып аласың. Жаңбыр мен дала суын салынды секілді жинап алуға тырысасың. Сегізінші, су қорыңды кепілге қойып, талай іс тындыра аласың. Тоғызыншы, ағын сулардың басына сергек камера қойылады. Су ұрыларына сот жүретін болады. Оныншы, су мәселесін ел болып тез шешпесе, жоғарыдағылар шындыққа айналуы бек мүмкін. Елмен қоса су тәуелсіздігі жасасын. 2023 жылы тамыз.